Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте жылдам тез дайын болатын палаудың рецептісімен бөлісемін. Егер сіздерге менің рецепттерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, коммент жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Палау жасау үшін бізге ет керек. Менде жылқының еті свежий, сәбіз керек және 2 бас пияз керек. Жылқының етін жақсылап жуып, қуыратын боламыз. Қызып тұрған майыма етімді салам. Етті жақсылап қуыру керек. Менің етім тұз алмағандықтан тұз саламын. Жақсылап қуырамыз қызылып. Пиязды, сәбіз турап алдым. Енді қуырылып алған етіме пияз саламын. Пиязды қып-қызыл қуыру керек. Жақсылап. Пиязымыз жақсылап қуырылғаннан кейін сәбізімізді саламыз. Күрішті 15 минутқа қайнаған су құйып, тұз салып, бетін жауып бұқтырып қойдым. Енді сәбіз қуырылғанша тұра тұрады. Сәбізде қуырып болғаннан кейін қайнаған су құйып, он 15 минуттай қайнатамын. Сосын күріш дайын болған соң күрішімді саламын. Мен сәбіз бен күрішті араластыра берем, өйткені күріш суда алдын ала бұқтырылғаннан кейін екеуі араласқан ештеңе кетпейді. Ноғатты да 40 минутқа қайнатып бұқтырып қойып, оны да араластырып жіберем. Күрішімізді ортаға жинап, қастың көмегімен күріштің ортасын шұқылаймыз. Бетін пергамент қағазымен жауып, қақпағын тығыздап жауып, қоямыз жай баяу отта. Міне күрішіміз пісті, палауымыз. Араластырып көрсек те болады. Бәрі біркелкі піскен, күрішінің бәрі әдемі болып. Ыдысымызға салып бере берсек болады. Міне палауымыз пісті, 25 минутта пісті. Өйткені күріш алдын ала бұқтырылып салынып қойған соң тез піседі. Ыдысымызға салдық. Өте әдемі көрінеді. Иісі де керемет. Достар, егер сіздерге менің палау басудағы рецептім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, коммент жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.